дәуір тұлғасы бөлімі сабақтың тақырыбы тағдыр романы және менің шығармашылығым. Бүгінгі біз тағдыр романы 6-шы сабағымыз оқып жатырмыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану арқылы эссе жазу. Яғни бізде бүгін шығармашылық жұмыс жасаймыз. Эссе жазбастан бұрын бізде бір тапсырмамыз бар тағы да. Бірінші тапсырмамыз сұрақтар санаға сапар әдісі арқылы осы сұрақтар төңірегінде қазір талқылап өтеміз. Романның авторы мен тақырып арасында қандай байланыс бар? Ол көтеріп айтамыз. Иә, Жазира. Романның авторы қатысушылардың болғандықтан, ол өзі Қытайда дүниеге келген, және ол Қытай қазақтары туралы көптеген ақпараттарды білді. Сондықтан осы романды жазды. Яғни біздің оқып жатқан шығарманың өзі яғни шекарадағы қазақтардың өмірі туралы. Екі империяның қазақ даласын екіге бөліп шекарасыздығын жүргізгеннен кейінгі оқиғалар. Жақсы қарайсың, оқиға қай жерде өтті? Егер сол кезде алатын болсақ, онда Ресей империясының ұйғыр автономиясында, яғни Шинжаң Жақсы. Шығарманың негізгі идеясы не? Негізгі идея неде? Осы тағдыр романы. Негізгі идеясы неде деп ойлайсыздар? Айтып қайық кәне. Сәуле? Оқиғаның негізгі идеясы ұлт тағдыры үшін күрес, елге деген сүйіспеншілік бар. Қазақ даласының сонау Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолынан бері қарата қасықпай қаны алғанша қазақ даласы үшін күрескен ерлер, батырлар туралы десек те болады. Жақсы. Ары қарата шығармадағы басты кейіпкер кім? Кейіпкер болады ғой, әншінде шығармаларда басты кейіпкер, негізгі кейіпкерлер және де көптеген кейіпкерлер болады. Романның басты кейіпкері өзінің халқын жаттарымен сүйген Демиржан арқылы біздер сол кездегі Қытай шекарасындағы қазақтардың тағдырымен таныс болдық. Шығармада көркемдік шындық басым ба, әлде тарихи шындық басым ба? Қалай ойлайсыздар? Бұл шығармада тарихи басым себебі болып, шын тарихтан алынған. Тарихта кімдер келіп, кімдер кетпеді, қазақ жері үшін күрескерлер қаншама, батырлар қаншама, данышпандар қаншама. Бағалайық қазір жаңағы белсене қатысқандарға өздерінің алған ұпайларын өте жақсы жарайсыздар. Келесі бізде жанрлық табиғатын түсіну деп жатырмыз ғой, шығарманың жанрлық табиғатын түсіну. Жанр дегеніміздің өзі не екен? Жанр дегеніміз не? Әдебиеттің тегі мен түрлері деген бар, жанрдың тегі мен түріне тоқталатын болсақ, лирикалық, драмалық жанрлар болып үшке бөлінеді екен. Лирикалық шығармалар олар поэзия, яғни біз оқып жүрген, біз білетін өлеңдер, үлкен ірі көлемдегі одалар, поэмалар жатады. Ал эпостық, проза жанрындағы шығармаларға көркем шығармалар, көркем тілде қара сөзбен жазылған ірі көлемдегі роман эпопеялар, роман дилогиялар, повестер,
және де осы тағдыр романы сияқты романдар жатады. Сосын драма жанры бар бізде. Демек біз оқып жатырған шығарма қай жанрға жатады екен? Проза, яғни роман екен, иә? Жақсы. Мынау біз оқып жатырған шығарманың авторы тағдыры ерекше Қабдеш Жұмаділ. Неліктен тағдыр ерекше? Ол өзінің осы романда өзінің әлгі оқиғасын және де сол кездегі қазақ халқының тағдырын жаза отырып сол шындықты тарихи шындықты көрсеткен. Яғни Қабдеш Жұмаділ Қытай Республикасында дүниеге келді дедік, иә? Және де өзінің тағдыры ерекше болғандығы ол Қазақстанға келіп Алматыға оқуға түседі. Оқуын аяқтамай бірнеше себептерге байланысты Қытайға қайтадан оралуға тура келеді. Және де қай жылдары қайта келеді? Қазақстанға қайта келіп оқуын жалғастырады, аяқтайды. 1960 жылдары қазақ әдебиетіне келіп қосылған бір шоғы таланттың ішінде осы Қабдеш Жұмаділов бар. Оның өмір жолы ғана ерекше болмай, шығармалары да ерекше. Замандастары оны кім деп атайды? Кім деп атаған замандастары? Қара сөздің Қабдеші, тағдырлы бөлек тарланғыш және де тағдырлы тұлға деп атаған. Жақсы. Олай болса бізде екінші тапсырма шығармашылық жұмыс. Адам өзі өмір сүрген заманның перзенті тақырыбына эссе жазамыз. Эссеге берілетін уақыт сендердің жазуыңызбен, оқуыңызбен, талдау және менің бағалауыммен бар жоғы 25 минутты қамту керек. Осы 25 минуттың ішінде жазып, оқып, талдап, бағалап үлгеруіміз қажет. Тастаймыз. Тақырып түсінікті ғой, иә? Адам өзі өмір сүрген заманның перзенті. Адам өз өмір сүрген заманның перзенті тақырыбында эссе. Адам өзінің өмірі үшін, өзінің құқығы мен бостандығы үшін күресуі керек. Бұл нәрсені Қабдеш Жұмаділовтың өмір баянынан көруге болады. Ол Қытайда дүниеге келсе де, оның жаны Қазақстан жеріне тартып тұрады. Және де ол 1960 жыл Қазақстан жеріне Алматыға келіп қонады. Ал одан бұрын осы Алматыда оқып Шұғыла журналында Жамал атты тырнақалды әңгімесі жарияланады. Бірақ ол Қытайға қайтадан қайтуға міндетті болады. Бірақ осыдан соң ол Қазақстанға толықтай көшіп келеді. Ол өзінің тағдыр романында Қытайда қалып қойған өмір
сүретін қазақ халқының тағдырын баяндайды. Бұл шығармада Демежан осы қазақ халқы үшін еңбектенеді. Ол екі тоған судағы, яғни іле мен Қараүңгір өзендерінің жағындағы билігі оған қазақ халқы үшін көмек беруге бара беріп, жаман іс деп саналатын нәрсені жасайды. Осылай біздің түсінуімізше әрбір әрекет өзіміздің өміріміз үшін күресте өте маңызы көп екенін білеміз. Қорытынды кішкене қысқашалау дегенмен де жақсы, өте жақсы, жарайсың. Батылықтан бірінші оқығаным үшін 8 балдың 7-еуін ертең бірге береміз. Адам өзінің заманын көрсетті. Адам өзінің айнасы өз заманын көрсетті. Адамның ой өрісі дүниетанымға көзқарасы өзінің өмір сүріп жатқан қоғаммен тығыз байланысты. Себебі бізді қоршаған орта, қоғамдағы құбылыстар мен оқиғалар адамның өміріне әсер етеді. Мысалы, Қабдеш Жұмабаевтың тағдыр романындағы кейіпкерлердің сол кездегі қиын-қыстау заманды бастан кешірді. Тар жол тайғақ кешу мен өз туған жерін олардың сол дәуірдегі шынайы тағдыры еді. Бұл олардың таңдауы емес, заманның талабын өзі ауыртпалық. Бүгінгі күннің адамдары да өз заманына сай өмір сүреді. Қазіргі технологиялық даму, ғылым білімге ұмтылу осы заманның көрінісі. Қай уақытта өмір сүрсе де, адам сол дәуірдің талабына бейімделеді, заманға сай өзгереді. Сондықтан әр адам өзінің уақыттың айнасы, қоғамның бейнесі. Сол себепті біз өткен тарихты құрметтеп, бүгінгі мүмкіндігімізді дұрыс пайдаланып, болашаққа сеніммен қарауымыз қажет. Өте жақсы, жарайсың Жазира. Жазира біздің сыныптағы жақсы оқитын белсенді оқушыларымыз 8 ұпай. Өз дәуірінің, қоғамының, мәдениетінің, тарихының ықпалына байланысты болатынын білдіреді. Әр адамның өмірі мен қиындықтары өмір сүру жолы мен өз заманының ерекшеліктеріне байланысты қалыптасады. Мысалы, өткен ғасырларда өмір сүрген адамдардың дүниетанымы мен құндылықтары қазіргі адамдардың тарихи оқиғалары, әлеуметтік өзгерістері әрбір адамның өміріне әсер етті. Қазіргі заманның адамдары да өз дәуіріне тән құндылықтарды, технологияларды және өмір салтын қабылдап, соларды ықпалында өмір сүреді. Жақсы, жарайсың. Сізге қорытынды кішкене, негізі бөлімге де кішкене тағы бар ма оқитындар? Егер Адамның өмір сүрген заманы кезінде Қабдеш Жұмабаев 1936 жылы 24 сәуірде Қытай Халық Республикасында Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында Табақтай аймағында дүниеге келген. Қабдеш Жұмабаевтың 7 жылдық қазақ мектебінде білім жалғастырған болатын. Және де Қабдеш Жұмабаевтың тағдыр романында шекара бөлімінен кейінгі халықтың тағдыры жайында жазылған. Тағдыр романы эпостық проза жанрында жазылған. Және де Қабдеш Жұмабаевтың тағдыр романында екі империяның арасындағы шекарасыздығын жүргізілгенін айтқан. Оқиғада неше түрлі мінез, неше түрлі тағдыр болмысын бейнелеген. Соның ішіндегі басы кейіпкер Демежан сол кездегі ширанының димашы әрі ерекше тапсырма орындайтын көмекшісі болады. Демежанның өзгелерге ұқсамаған тағдыры осы. Адамның өз өмір сүрген заманы перзенттігінде осы тағдыр романынан білуге болады. Және де әрбір адам өз өмірінің айнасы. Сол себепті адам өз өмір сүрген заманның перзенттік екенін өз дәуірінде өмір сүрген заманына Есеге қарағанда кішкене баяндама сияқты болып кетті ма, жазған. Ештеңе етпейді, өте жақсы, жарайсың. Белсенді қатысатын оқушылардың бірі сабақта. Өте жақсы, жарайсың. Тағы да бар ма, кім оқиды? Қабдеш Жұмабаевтың тағдыр романы өзі өмір сүрген заманында жазылған шығарма. Ол шығыс Түркістанның мекен етіп жатқан қазақтардың тарихына қарай, сол кезде қазақтардың өмірін негізгі кейіпкер Демежанның төңірегіндегі оқиғалар желісіне топтастырған. Сол үшін де бұл роман қазақ әдебиетіндегі ең биік тарихи туындылардың бірі. Бұл шығарма тек бір адамның өмірін баяндап тұрмайды, тұтас бір халықтың тағдыры, ұлт болып қалыптасқанын, осы жолындағы күресін, рухани азаттығын көркем тілмен суреттейді. Шығармада суреттелетін оқиғалар мен тарихи шындықтар қазақ халқының Қытай мен Ресей империясы арасындағы бөлшектеніп ауыр саяси әлеуметтік жағдайда қоғам кезін бейнелейді. Романның басты кейіпкері өзінің елінің халқын жан тәнімен сүйген Демежан. Ол өлгенше қазақтардың жағында болып әділетсіздікпен күресті. Сол үшін оның ойының идеологиялық көз болды. Бірақ роман тек
автор әрбір кейіпкерлер бейнесі арқылы сол кезеңдегі ұлт мінезін қоғамдық қайшылықтарды көркем жеткізген. Сонымен бұл роман баяғы заман мен қазіргі заман арасындағы айнасы. Біз өзіміз кім екенімізді ұмытпау үшін осындай туындылар көбірек керек. Өте жақсы, жарайсың. Арайда şimdi bakıyorum. Tamam, bunu okusunlar. Жазыпсың, оқушайш, әсәрге. Бүгін біліп отқан жоқсыңдар. Сол үшін жақсы деп іріктелген естелер деп ойлайын, жаңағы жазылғандар. Барлығы да жүйелі жазылған. Енді бізде тағы да бір тапсырма бар. Бұл сабақты бекіту мақсатында жолаушының қойын дәптері әдісі. Қолдарыңыздағы дәптерде жыл басынан бері жазып жүрген дүниелеріңіз бар, иә? Жалпы өтілген тақырыптар, күнделікті сабақтағы берілген тапсырмалар, олардың ішінде есте де бар, оның ішінде қызықты тапсырмалар да бар, өмірбаян да бар, оның ішінде өздеріңіздің жаңағы ойларыңыздан жазған ой толғауларыңыз да бар. Енді бүгін сол қойын дәптерімізді ашып жіберіп, соның ішіне бүгін біз не туралы сөйлестік, кім туралы сөйлестік, не туралы жаздық, қандай шешімге келдік. Қазір мен сендерге қолдарыңа мына тараптар таратып беріп, осыған жазып шығасыңдар. 5 минут уақыт береді. Жақсы ма? Не туралы сөйлестік? Тақырыптың басында не туралы сөйлестік? Сабақтың басында. Одан кейін не туралы жаздық? Біз жап-жаңа не туралы жаздық? Қысқаша бір-екі сөйлеммен жазып қорытып жазамыз. Қандай шешімге келдік? Ең соңында біз бүгін қандай шешімге келуіміз керек? Қандай шешімге келе аламыз? Жазамыз. Не туралы жаздық? Адам өз өмірін сүрген заманнан перзент туралы эссе жаздық. Қандай шешімге келдік? Мен бұл роман арқылы өзінің өмір сүрген заманның перзенті екенімді, Демиржан сияқты батыл ойын анық жеткізе білу керек екенін шешімге жаздық. Не туралы сөйлестік? Атушы Мадеттің өміріне роман туралы сөйлестік. Не туралы жаздық? Романмен байланысты тақырыпта эссе жаздық. Қандай шешімге келдік? Әр адам өзінің уақыттың айнасы, қоғамның бейнесі. Біз өткен тарихымызды құрметтеп білуіміз қажет деген шешімге келдік. Өте жақсы жарайсың. Ақсауда. Бүгін біз Атушы Мадеттің қазір романы туралы сөйлестік. Не туралы жаздық? Адам өзі өмір сүрген заманның перзенті тақырыбында эссе жаздық. Қандай шешімге келдік? Әр адам өз тағдыры үшін өзі күресуі қажет. Қазіргі сенің істеп жатқан іс-әрекеттерің ертең болашақта басқаға әсер ететін болады. Жарайсың. Не туралы сөйлестік? Қабдеш Жұмаділов және оның тағдыр роман туралы сөйлестік. Не туралы жаздық? Адамның өзінің өмірі туралы және осы өмірдегі өзгеріс туралы. Қандай шешімге келдік? Бізге бір нәрсе ұнамаса, біз өзіміздің өмірімізге өзгеріс енгізуді қалайтын болсақ, онда біз талпыныс жасап, еңбектеніп, оны өзгертуге талпынып жұмыс жасауымыз керек. Жақсы жарайсың. Не туралы сөйлестік? Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығы не туралы жаздық? Романның басты идеясы мен оны тереңірек түсіну үшін эссе жаздық. Қандай шешімге келдік? Тарихи шығармалардың маңызы зор, оларды ұмытпау және бағалауымыз қажет. Өте жақсы жарайсың. Әселия. Не туралы сөйлестік? Бүгін біз Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы жайлы әңгімелестік, сабаққа қайталап, роман жайлы сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Не туралы жаздық? Шығармашылық тапсырмалар жаздық, яғни осы романға байланысты бәрін қорытындылай отырып, адам өз өмір сүрген заманның перзенті тақырыбына эссе жұмысын жасадық. Қандай шешімге келдік? Қоғамға Демиржан секілді өз елі ұлты үшін тәуекелге бел болатын адамдар керек екенін. Өте жақсы жарайсың. Ақтоқтың. Не туралы сөйлестік? Тағдыр романы туралы тақырып Роман жайлы. не туралы жаздық? Адам өз заманның перзенті тақырыбында эссе жазып,
қандай шешімге адам алысымен тақырыптарда ата-аналар келе екенін кейде адам алыс алатын. Өте жақсы. Не туралы сөйлесек, қазір шыналықтың тағдыр роман жайлы сөйлесек. Адам өз өмірі сүрген заманы перзент жайлы эссе жазды. Қандай шешімге келдік? Әр адам өз тағдырын өзі құрау керек. Немежан сияқты өз еліміз үшін күресуіміз керек. Өте жақсы, жарайсыңдар. Жақсы бекіту болды, иә? Ал енді кішкене тоқталайық. Адам өз өмір сүрген заманның перзенті дедік, иә? Біз қазір қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз? Ақпараттық қоғамда. Иә. Дамыған, ақпаратты, өте жақсы. Біздің болашағымыз да жарқын, иә? Ал мына дәуірді білеміз ба? Қандай дәуір? Қазақ даласындағы Хандық қой, иә? Хандық дәуірі. Сонау Есім ханның ескі, Қасым ханның қасқа жолынан бастау алатын қазақ тарихында, қазақ даласында не деген тарихи оқиғалар болды? Не деген тарихи тұлғалар өтті, иә? Біз осыдан қарап отырсыңдар ма? Мынадан келіп, міне. Мынау біздің міне шекараларымыз десек те болады. Ал шекара деп алайық, иә? Біз осыны қорғадық. Кім қорғады? Біз деп айтамыз ғой, қазақ болғасын. Ата-бабаларымыз қорғады. Қасып қаны қалғанша өз жандарын құрбан етіп қорғады. Не үшін? Біздердің болашағымыз үшін, сендердің болашағымыз үшін. Біз де көрген жоқпыз ол тарихты. Сендерге де көрсетпесін. Біз әлі де жарқын болашақта өмір сүреміз. Мынау біздің қазіргі өмір сүріп жатқан ортамыз, қоғамымыз. Көріп отырсыңдар ма? Біз қандай дәрежеге жеттік кімдер арқасында? Осы батырлардың, осы тұлғалардың арқасында, осы ата-бабаларымыздың арқасында, осы әжелеріміздің арқасында осындай күнге жеттік. Осыны біздер ұмытпауымыз керек. Жарасқан Әбдірашевтың бір әдемі өлең жолдары бар, есіме түсіріп көрейін. Қақ төрінен орын алған тарихтың ерендер мен ерліктері алыптым. Жазбау керек қағазға да басқаға, жазбау керек тіпті қара тасқа да, жазу керек жүрегіне халықтың дейді. Көрдіңдер ме? Осындай халық жүрегінде қалатын ерлік істерімен естен алған Демежан сияқты батырлар, кейіпкерлер осындай шығармаларды көп. Қазақ әдебиетінде көп. Қазақ тарихында қалған қаншама тұлғалар бар. Сонау Махамбеттер, Исатайлар бар, иә, біздер. Біздер оны ұмытпаймыз. Еш уақытта, ешқашан есімізден шықпайды. Демек біз бекіттік, иә? Не туралы сөйлестік, не туралы жаздық, қандай шешімге келдік, барлығын талқыладық. Енді бізде рефлексия. Білім қоржыным. Маған бәрі түсінікті, менің сұрағым бар, мен түсінбедім, ештеңе сабақтан түсінбедім деген 3 қоржынға мына жерден асықтарды алып, өздеріңіз қандай ойласыңдар, түсінікті болды ма, болған жоқ па, алып салуларыңызға болады. Қоржынға саламыз. Маған бәрі түсінікті дегенде асық жетпей қалса, түсті, сары қызыл түстерден де алып сала беруге болады.